Баршаңызға сәлем. Бүгін 86-шы сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы бір бағыттағы қуып жету қозғалысы. Бұл сабақта бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығаруды үйренеміз. Бір бағыттағы қуып жету қозғалысы кезінде жақындау жылдамдығы жылдамдықтарының айырмасына тең болады. Яғни мына формула бойынша есептейміз. Жақындау жылдамдығы V1 мен V2-нің айырмасына тең болады екен. Бірінші есеп шығару барысында ережені қолдан. Төтенше жағдай жаттығу өткізілуіне байланысты Әлия мен әжей бір уақытта өз үйлерінен қауіпсіз орынға қарай бір бағытта жүрді. Олардың арасы 200 метр болатын. Әлия 110 метр минут, ал әжей 60 метр минут жылдамдықпен жүрді. Сызбаға қара, кестені дәптеріңе толтыр. Әр минут сайын арақашықтық қанша метрге кемейді? Әлия әжесін қанша уақыттан кейін қуып жетеді? Демек, міне екеу әжесі мен Әлияның арақашықтығы 200 метр екен. Әжейдің жылдамдығы 60 метр минут, Әлиянікі 110 метр минут екен. Демек, әр минут сайын арақашықтық қанша метрге кемейтінін анықтауымыз керек. Және Әлия әжесін қанша уақыттан кейін қуып жететінін білеміз. Есептейміз. Дәптерге мына кестені жазып, қозғалыс уақыты берілген. Бұл 1 минут, 2 минут, 3 минут, 4 минут екен. Арақашықтығы қанша метрге кемейтінін мына жерге есептеп жазып баруымыз керек. Есептің берілгенін жазып аламыз. Арақашықтықтар 200 метр болған. Әлияның жылдамдығы 110 метр минутына, ал әжесінікі 60 метр минутына екен. Бұларды B1, B2 мен белгілейміз де, олардың 1 минутта арақашықтығы қаншаға кемейтінін табуымыз керек. Бірінші жақындау жылдамдығын табамыз. Яғни бұл жерде V1-ден V2-ні азайтамыз. Сонда 50 метр минут болады. 1 минутта 50 метрге жақындап барады екен. Енді осы жерден уақытты табатын болсақ, 200-ді 50-ге бөлеміз. Өйткені 200 метрді 50-ге бөлсек 4 болады. Яғни арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз тыны табу үшін. Сонда 4 минут екен. Енді мына кестені толтыру үшін S1-ді табуымызға болады. Бұл S1-ді табу үшін жақындау жылдамдығы менен уақытты көбейтеміз. Бірінші 1 минутты көбейтеміз, бұл 50 метрге тең болады. Одан кейін 2 минутты көбейтеміз, бұл 100 метрге тең болады. Осылайша есептеп кестені толтырамыз. Демек, жауабы Әлия 4 минуттан кейін әжесін қуып жетеді екен. Кестені толтырамыз. Қозғалыс уақыты 1 минутта 50 метр, 2 минутта 100 метр, 3 минутта 150 метр, 4 минутта 200 метрге кеміп барады екен. Екінші есепті шығар. Болат пен Серіктің үйлерінің ара қашықтығы 160 метр. Олар мектепке қарай бір уақытта шығып, бір бағытта жүрді. Серік 100 метр минут, ал Болат Серіктің артынан 120 метр минут жылдамдықпен жүрді. Неше минуттан кейін Болат Серікті қуып жетеді? Мына жерде сызбасы берілген, міне. Екеуінің үйінің ара қашықтығы 160 метр екен. Мына жерге жазып қойған, мына Болаттың үйі, мына Серіктің үйі. Болаттың жылдамдығын V2 мен белгілеген, Серіктің жылдамдығыны V2 мен белгілеген. Енді осы жерде неше минуттан кейін Болат Серікті қуып жететінін анықтаймыз. Есептің берілгенін жазып аламыз. Болат пен Серіктің үйінің арақашықтығы 160 метр. Бұны S-пен белгілейміз. Болаттың жылдамдығы V1 мен белгілеген, оны 120 метр минут дейміз. Ал Серіктің жылдамдығыны 100 метр минут деп белгілеп аламыз V2 менен. Одан кейін кездесу уақыты, яғни қуып жету, қанша минуттан кейін қуып жететінін анықтауымыз керек. Бірінші жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Ол үшін B1-ден B2-ні азайтамыз. Яғни 120-дан 100-ді азайтсақ 20 метр минут болады екен. 1 минутта 20 метр жол қысқарып барады. Ендеше неше минуттан кейін қуып жететінін анықтап, яғни кездесетін кезін анықтау үшін біз жылдамдықты арақашықтықты жақындау жылдамдығына бөлеміз. Сонда 160-ты 20-ға бөлсек 8 болады. Демек, жауабы 8 минуттан соң Болат Серікті қуып жетеді. Үшінші есеп. Әріп жауаптарды көрсетілген ретпен қойып, сөзді оқы, оның мағынасын түсіндір.
демек мына өрнектерді орындауымыз керек. Және қайсысының мәні мынау 12.250 шықса, осының турайына сол әріпті жазып барамыз. Әрбір әріпті жазсақ, осы жерде сөз келіп шығады. Енді мән беріп қарасақ, бұл жерде сандардың барлығы 25-ке көбейтіледі екен. 25-ке көбейтуді өткен сабақта ережесін үйрендік біз, оңай тәсілін. 25-ке көбейту үшін берілген санды, бірінші көбейткішті 4-ке бөліп 100-ге көбейту керек болады. Бұл жерде тек қана мына 490-ды 25-ке көбейтуді бұл заңды қолданбаймыз, өйткені 490 4-ке бөлінбейді. Ондық бөлшек өтіп кетеді, оны біз әлі өтпегенбіз. Демек, есептейміз, 490-ды 25-ке көбейтеміз. Баған түрінде көбейтсеңіздер болады. Бұл 12.250-ге тең болады. Оның турайына өзіне берілген әріпті жазып қойдым. Ал 444-ті 25-ке көбейту үшін жаңағы айтылған ереже бойынша қолданамыз. 444-ті 4-ке бөлсек 111, оны 100-ге көбейтсек 11100 болады. Одан кейінгісі 412-ні 25-ке көбейтеміз. Оны 412-ні 4-ке бөліп 100-ге көбейтсек 10300 болады. 880-ні 25-ке көбейтетін болсақ, 880-ні 4-ке бөліп 100-ге көбейтеміз. Бұл 22000. Ал кейінгісі 808-ді 25-ке көбейтетін болсақ, 808-ді 4-ке бөліп 100-ге көбейтеміз. Бұл 20200. Одан кейінгісі 885-ті 25-ке көбейту үшін 888-ді 4-ке бөліп 100-ге көбейтеміз. Бұл 22200 болады. 424-ті 25-ке көбейтетін болсақ, 424-ті 4-ке бөлеміз. Бұл 106 болады, оны 100-ге көбейтсек 10600-ге тең. 436-ны 25-ке көбейту үшін 436-ны 4-ке бөліп 100-ге көбейтеміз. Бұл 10900 болады. Ең соңғысы 404-ті 25-ке көбейтсек, 404-ті 4-ке бөлеміз, 100-ге көбейтеміз. Бұл 10100 болады. Енді осы мәндердің барлығын турайында әріптерді мына жерге реттестіріп қойып барамыз. Бұл кітапта берілген осындай дереті. Демек, нәтижеде су тасқыны деген сөз келіп шықты. Демек, жауабы су тасқыны. Төртінші есеп, кестедегі сұрақтарға жауап бер. Демек, нысан берілген, пойыз берілген. Пойыздың жылдамдығы, уақыт және ара қашықтық беріліпті. Бұл жерде біз жылдамдықты табуымыз керек, уақыт пен ара қашықтық берілген, яғни жол берілген. Одан кейін ғарыш кемесі, ұшақ, автокөліктерді де дәл осылай жалғастырып орындаймыз. Берілген жазып аламыз. Бірінші, пойыз 4 сағатта 360 км жол жүрген. Демек, уақытты тымен белгілеп, жүрілген жолды 360 км еспен белгілейміз. Біз табуымыз керек пойыздың жылдамдығын. Пойыздың жылдамдығын табу формуласын жазып қойдым. Ол үшін жүрілген жолды уақытқа бөлуіміз керек. 360-ты 4-ке бөлсек 90 болады. Демек, жауабы пойыздың жылдамдығы 90 км сағат. Екінші, ғарыш кемесінің 8 секундта 56 км жол жүргені белгілі. Демек, 8 секундта 56 км қашықтықты басып өтеді екен. Оның жылдамдығын табуымыз керек. Жылдамдықты табу үшін дәл жаңа бірінші есептегі формуланы пайдаланамыз. Яғни жүрілген жолды ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. 56-ны 8-ге бөлсек 7 болады. Демек, жауабы ғарыш кемесінің жылдамдығы 7 км секунд. Кейінгісі, ұшақтың жылдамдығы берілген және 6 сағатта ол қанша ара қашықтықты жүріп өтетінін табуымыз керек. Яғни ара қашықтықты табу керек екен. Бұл жерде ара қашықтықты табу формуласын жазып қойдым. S тең V көбейту T болады. Шешуін орындаймыз. Ендеше V-ның орнына 324-ті, T-ның орнына 6-ны қойып есептейміз. 324-ті 6-ға көбейтсек 1944. Демек, жауабы ұшақ 6 сағатта 1944 км ұшты. Ал ең соңғысы, автокөліктің жылдамдығы берілген және жүрген жолы берілген. Ара қашықтық 720 км жол жүріп өткен, 90 км сағат жылдамдықпен. Осыны ол қанша уақытты жүріп өткенін табуымыз керек. Яғни уақытты табу формуласын жазып қойдым. Т тең S бөлінген B болады. Яғни ара қашықтықты немесе жүрілген жолды жылдамдыққа бөлуіміз керек. 720-ны 90-ға бөлсек 8 болады. Демек, жауабы автокөлік 720 км жолды 8 сағатта жүрді. Бесінші есеп, теңдеулерді шеш. X қосу 450, яғни X пен 450-дің қосындысынан 3540 азайтуымыз керек екен. Бұл тең болар екен 4000 мен 80-ның бөліндісіне. Қазір дәптерге орындаймыз.
берілген жазып алдық. X қосу 450-ден азайтуымыз керек 3540-ты. Бұл 4080-нің бөлінісіне тең дедік. Бірінші теңдеудің оң жағындағы амалды орындаймыз. Яғни бөлуді 4080-ге бөлсек 50 болады. Сол жағын өзін жазып, тең деп 50 деп жазып қоямыз. Мына бөліндінің мәнін. Енді бұл жерден мына жақшаның сыртындағы азайту 3540-ты біз теңдіктің екінші жағына қосу амалымен өткіземіз. Жазып қоямыз. X қосу 450 тең 50 қосу 3540 деп жазып, мына қосу амалын орындаймыз. Бұл 3590-ға тең болады. Енді X-ті табу үшін осы 3590-нан 450-ді азайтамыз. Бұл 3140 болады. Енді X-тің орнына, яғни белгісіздің орнына 3140-ты қойып есептейміз. 3140-қа 450-ді қосатын болсақ, 3590 болады. Ал 3590-нан 3540-ті азайтатын болсақ, 50 қалады. Ал 4080-нің бөлінісі 50-ге тең, 50-ге тең екен. Кейінгі теңдеуді орындаймыз. 1234 пен n-нің қосындысына 2100-ті қосқанымыз 52741-ге тең екен. Демек біз жақшаның сыртындағы мына қосу 2140-ті теңдіктің екінші жағына өткіземіз. 52741-ден 2140-ты азайтатын болсақ, 50601-ге тең. Демек, n тең деп 50601-ден 1234-ті азайтамыз. Бұл 49367-ге тең болады. Енді орнына қойып тексереміз. 1234-ке 49367-ні қосатын болсақ, 50601, оған 2140-ті қоссақ, 52741. 52741 52741-ге тең. Алтыншы есеп. Теңдікте қандай сан қойылып қойған? Демек 123 пен 452-нің белгісіз санмен айырмасыны 890 мың мен 773-тің қосындысына көбейтсек, 890 мың 773 шығады екен. Сен осыған ұқсас мысалдар құрастыра аласың ба? Олардың құпиясы неде? Демек біз мына бос ұяшыққа белгісіз болғандықтан X қойып орындаймыз, яғни әріп орналастырып. Дәптерге жазамыз. Ұяшықтың орнына X қойдық. Демек, теңдеу пайда болды бұл жерде. Бірінші теңдеуді орындау үшін біз мына екінші тұрған қосындыны орындап аламыз. Теңдеудің сол жағындағы. Демек, 890 мыңға 773-ті қоссақ, 890 мың 773 болады. Қалғанын өзін жазамыз. Енді жақшаны ашамыз. 123 мың 452 азайту X деп, бұл көбейту болғандықтан теңдіктің екінші жағына бөлу амалымен өткіземіз. 890 мың 773-ті 890 мың 773-ке бөлетін болсақ, 1 шығады. Енді X-ті табамыз. X-ті табу үшін 123 мың 452-ден 1-ді азайтамыз. X-іміз 123 мың 451-ге тең болады. Орнына қойып есептейміз. Егер X-тің орнына 123 мың 451-ді қоятын болсақ, 123 мың 452-ден азайтсақ 1 шығады. Мынау 1 шығады, ал мынаны қоссақ 890 мың 773 шығады. Мынау да 890 мың 773-ке тең. Демек, теңдеу дұрыс орындалды. X-іміз, белгісіз санымыз 123 мың 451 екен. Енді бұл жерде мән беретін нәрсе, мына жақшаның ішіндегі қосқанда мына жердегі сан шығу керекті, екінші жақшадағы. Демек, 890 мың 770 шықты ғой, мына жерде де сондай. Сен осындай мысал құрастыра аласың ба дейді. Ал мына жерде азайтқанымызда жақшаның ішінен 1 шығу керек. Демек, кез келген бір сан жаздық. Мына жерге бірінші жақшаның ішіне 623 мың 524-ті жаздым. Азайту X деп қойдық. Бұл бірінші жақшаның іші. Ал екінші жақшаның ішін екеуін қосамыз. 260 мыңға 328-ті қостық. Бұл 260 мың 328 шығады. Демек, теңнен кейін осы санды жазуымыз керек. 260 мың 328-ті жаздық. Енді дәл бағанағы есеп қоса орындаймыз. Бірінші мына ақшаның ішін қосып аламыз, оны мына жерге жазамыз 260 мың 328 деп. Енді екінші жақшаның ішін ашып, мына бірінші тұрған жақшаны ашып жазамыз да 260 мың 328 теңдіктің екінші жағына бөлу амалы арқылы өткіземіз. 260 мың 328 бөлу 260 мың 328 болады. Бұл 1-ге тең болады. Енді жазып қоямыз. 623 мың 524 азайту X тең 1 деп. Ал енді X-ті табу үшін осы 623 мың 524-тен 1-ді азайтамыз. Бұл 623 мың 523-ке тең болады. Демек, X-іміз 623 мың 523-ке тең екен. Енді X-тің орнына осыны қоямыз. Қойсақ бірінші жақшаны азайтқанда 1 шығады. Ал екіншісі 260 мың 328 шығады.
Ал 260.328 260.328-ге тең. Мына жерге жазбаппын. 260.328 тең болады 260.328-ге. Жетінші есеп. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. А. Каспий теңізінің ауданы 371.000 километр квадрат. Бұл Арал теңізінің ауданынан 362.697 километр квадратқа артық. Арал теңізінің ауданы қандай? Есептің берілгенін жазып аламыз. Каспий теңізінің ауданы 371.000 километр квадрат екен. Бұл Арал теңізінен 362.697 километр квадратқа артық екен. Демек, Арал теңізінің ауданын табу үшін біз 371.000-нан 362.697-ні азайтамыз. Азайтқанда 8.303 шықты. Демек, жауабы Арал теңізінің ауданы 8.303 километр квадрат. Жетінші есептің әсі. Арал теңізінің ең терең жері 54 метр. Бұл Каспий теңізінің ең терең жерінен 971 метрге кем. Каспий теңізінің ең терең жері қанша? Берілген жазып аламыз. Арал теңізінің ең терең жері 54 метр екен. Бұл Каспий теңізінің ең терең жерінен 971 метрге кем екен. Каспий теңізінің ең терең жерін табу үшін біз осы 54-ке 971-ді қосамыз. Бұл 1025-ке тең болады. Демек, жауабы Каспий теңізінің ең терең жері 1025 метр. 8-ші есеп. Ойлан және жауап бер. Екі санның қосындысы 715-ке тең. Бірінші қосылғыш нөлмен аяқталады. Егер осы нөлді сызып тастаса, онда екінші қосылғыш шығады. Осы сандарды тап. Мұны орындау үшін біз кез келген бір сан алайық. Мысалы, 550 алайық. 550 дейтін болсақ, бірінші қосылғыш нөлмен аяқталады деген, сонда үш таңбалы санның соңын нөлмен аяқталдырамыз. 550 дейміз. Енді осы 550-дің нөлін сызып тастасақ 55 болады. 550-ге 55-ті қоссақ 615 шығады. Демек, бұл дұрыс емес. Біз енді тағы да ойланып, одан көбірек санды ойлайық. Ендесе 615 болса, 100-ге кем болса, енді 650-ді ойлайық. 650 болатын болса, оның нөлін сызсақ, екінші қосылғыш 65 болады. 650-ге 65-ті қоссақ, 715 келіп шығады. Демек, осы дұрыс екен. Дәптерге осылай жазып қойдық. 715-ті табу үшін 650 дедік. Енді мына нөлді сызып тастасақ, мына сан шығу керек. Қалғаны екінші қосылғыш болады деп жатыр. Демек, нөлді сызып тастадық, мына 65 келіп шықты. 650-ге 65-ті қоссақ, 715 болады. Демек, жауабы бірінші қосылғыш 650, екінші қосылғыш 65. 9-ші есеп. Сызбасынсыз есепті шығар. Мына сызба тұр, осыны жалғастырып сызуымыз керек. А, Б және С қалаларының арасы тас жолмен жалғасқан. Б қаласы А және С қалаларының арасында орналасқан. А қаласынан С қаласына қарай 85 км сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік жолға шықты. Онымен бір уақытта Б қаласынан С қаласына қарай 60 км сағат жылдамдықпен жүк көлігі де жолға шықты. Егер А және В қалаларының ара қашықтығы 125 км болса, жеңіл автокөлік жүк көлігін неше сағаттан кейін қуып жетеді? Есептің берілгенін жазып аламыз. Жеңіл автокөліктің жылдамдығы В1-мен белгілейміз, ол 81 км сағат. Жүк көлігінің жылдамдығы 60 км сағат, оны В2-мен белгілейміз. Және А және Б қалаларының ара қашықтығы 125 км. Енді Т кездесу неше сағаттан кейін кездесетінін табуымыз керек. Сызбасын сызамыз. А және С қалаларының ортасында Б қаласы орналасқан. Бірінші А қаласынан 85 км сағат жылдамдықпенен жеңіл автокөлік С қаласына қарай бағытпен жолға шықты. Ал Б қаласынан дәл сол уақытта 60 км сағат жылдамдықпен жүк көлігі шықты. Ал А және Б қалаларының арасы 125 км. Демек, олар жеңіл автокөлік жүк машинасын неше сағаттан кейін қуып жететінін анықтауымыз керек. Бірінші біз жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Бұл дегеніміз жеңіл автокөліктің жылдамдығынан жүк көлігінің жылдамдығын азайтамыз. Демек, бұл екеуінің айырмасы 25 км сағат болады. Ендеше неше сағаттан кейін кездесетінін табу үшін ара қашықтықты жақындау жылдамдығына бөлуіміз керек. Осылардың айырмасы деген, енді мына жерде байқайтын болсақ, А және Б қалаларының арасы 125 км ғой. Екеуінің жылдамдығы бірдей болу үшін бұл 25 км сағат 125 км-де
қанша уақытта жүріп өтетінін анықтауымыз керек. Сонда 125-ті 25-ке бөлсек 5 сағатта екен. Ендеше жауабы жеңіл автокөлік жүк көлігін 5 сағаттан кейін қуып жетеді. Осымен бүгінгі 86-шы сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.